Баршаңызға сәлем. Менің есімім Айдархан. Мен Byton Project компаниясының инженерлік бөлімінің жетекшісі боламын. Біздің бөлімде 10 жоғарғы білікті маман жұмыс жасайды. Және бүгін мен сіздерге соңғы жобаларымыздың бірі көп қабатты тұрғын үй кешені жайлы инженерлік шешімдерді талқылайтын боламыз. Жобаның жалпы сипаттамасына келетін болсақ, біздің жобамыз көп қабатты тұрғын үй кешені. Бір қабатты жерасты автотұрағымен. Жоба жоғарғы жауапкершілік деңгейімен әзірленді. Өртке қарсы қауіпсіздігі мен отқа төзімділігі мұқият есептелген. Ғимараттың құрылымы тұрғындардың қауіпсіздігі мен жайлылығы үшін толықтай қарастырылған. Жобада 2-3 қабатты және 1-5 қабатты блоктар бар. Әр блокта 1-2-3 бөлмелі пәтерлер орналасады. Подвалда автотұрақ пен техникалық бөлмелер орналасқан. Қоршаған ортада балалар алаңы, демалыс аймақтары және паркинг орындары бар. Геотехникалық жағдайды ескере отырып, жобада құрылыс алаңының топырақ құрамы зерттеледі. Учаскеде 2 инженерлік геологиялық элемент бар. Бірінші элемент супес, екінші элемент қиыршық тасты топырақ. Жер асты суларының деңгейі 20-32 метр тереңдікте орналасқан. Бұл деректер негіздерді дұрыс жобалауға мүмкіндік береді. Ғимараттың конструктивті жүйесі каркас ригельдік, яғни негізгі құрылым темір-бетонды колонналардан және ригельдерден тұрады. Біз монолитті темір-бетонды плита түріндегі негізді таңдадық. Ол құрылымның берік әрі тұрақты болуын қамтамасыз етеді. Колонналар монолитті темір-бетонды, өлшемі 40 және 40 см. Ал қабат аралық тақталар монолитті темір-бетон, қалыңдығы 22 см болады. Қабырғалар монолитті темір-бетон және газоблоктан жасалып, қабырғалар арасында 50-100 мм қалыңдықта жылу оқшаулағыш материалдар орнатылады. Өрт қауіпсіздігі жобаға енгізілген басты талаптардың бірі. Өртке қарсы шаралар Қазақстан Республикасының ережелер жинағы талаптарына сәйкес толықтай қамтылған. Барлық есіктер сыртқа ашылады, ал эвакуация жолдарының саны мен ені нормаларға сәйкес келеді. Құрылыс материалдарының құрамында өртке төзімді және қиын жанатын материалдар қолданылады. Ағаш құрылымдар мен материалдар антисептикалық және өртке қарсы өңдеуден өтеді. Коррозияға қарсы шаралар. Барлық металл элементтер арнайы бояу металдармен жабылады. Олар коррозиядан қорғап, ғимараттың ұзақ мерзімге беріктігін қамтамасыз етеді. Металл беттері алдымен тоттан, қақтан және кірден тазаланады. Содан кейін антикоррозиялық бояу қабатымен жабылады. Сонымен қатар, барлық арматуралар қабаттар да Қазақстан Республикасының ережелер жинағы талаптарына сәйкес қаралады. Ғимараттың тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін біз негізгі жобалау кезінде 5 метр қалыңдықта тығыздалған жергілікті саз топырағынан топырақ жасықшасын жасауға шешім қабылдадық. Бұл шаралар ғимараттың тұруын қамтамасыз етеді, топырақтың әртүрлі әсерлерге ұшырамауын қамтамасыз етеді. Жергілікті су және учаскені жоспарлау. Жобада ғимараттың айналасындағы ағынды сулар тиімді басқару үшін табиғи ағым жолдары ескерілді. Су ағымы табиғи жолмен жоспарланған аумақта өздігінен ағып кететін жүйе бойынша ұйымдастырылды. Сонымен қатар, ғимарат айналасына су өткізбейтін жолақтар орнатылып, сыртқы су ағындарын ғимараттан алшақтауға мүмкіндік береді. Бұл жоба тұрғындардың қауіпсіздігі мен жайлылығын ескеріп жасалған. Барлық инженерлік шешімдер сапа мен тиімділікті қамтамасыз ету мақсатында әзірленген. Біз әрдайым жаңашыл және тиімді шешімдер ұсынып, ғимараттардың ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ету үшін жұмыс істейміз. Byton Project компаниясында біз әрбір жобаны жан-жақты әрі жауапкершілікпен жүзеге асырамыз. Byton Project күрделі инженерлік шешімдерді жеңілдікпен шешеміз.